21 мен 25 аралығындағы күндерге жоспарланған қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің апталығы өз дәрежесінде өтті. Оқытудың қашықтан болуына қарамастан, мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 12 мұғалімі ұлы Абай мұрасы мәңгілік қазына атты қазақ тілі мен әдебиеті апталығын ұйымшылдықпен өткізді. Апталықтың бірінші күні Абай жаққан бір сәуле сөйлеу үшін атты мәнерлеу оқу сайысына 10 оқушы қатысып, жеңімпаз оқушыларға онлайн түрде дипломдар табыс етілді. Абай шығармаларындағы өнер білім тақырыбында өткізілген дөңгелек үстелге 9-10 сынып оқушылары қатысып, Абай шығармашылығына деген өздерінің сүбелі ойларын ортаға салды. Жыр жазамын Абайдың үлгісімен атты жас ақындар мүшәйрасына 8 оқушы қатысып, Абай атамызға жыр жолдарын арнады. Бұл шара бойынша да оқушылар жүлделі орындарға ие болып, марапаттар берілді. Қорыта айтқанда, апталықтың өткізілуі Абай шығармашылығын насихаттауға өз үлесін қосты деген ойдамыз. Әр қазақтың үйінде домбыра тұру тиіс деген ұғым бар. Сол секілді бұдан былай әр қазақтың төрінде Абай кітабы тұру тиіс. Себебі Абай қазақтың бренді, бет бейнесі, деді өз сөзінде еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Кейінгі толқын ұрпақтарға қалдырған ақын шығармалары әр оқушыға өшпес мұра, таусылмайтын қазына.